төстік ертегісі. Ерте заманда Ерназар деген бай болыпты. 4 түлігі сай, қора-қора қойы, матау толған түйесі, яғни көп түйесі деген сөз, өріс толған жылқысы болыпты. Ерназардың 8 ұлы бар екен. Бір жылы үлкен жұт болыпты. Жұт деген сөз ашаршылық деген сөз. Жұт болып ел малын алысқа, құм ішіне айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы, яғни малдары жоғалып кетіпті деген мағынада. Ерназардың 8 ұлы да соның ішінде кетіпті. Бір қыстық азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың 8 ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлар өтеді, келмейді, жылдар өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылып, ашығады. Азығы таусылып деген қарны ашып, жейтін тамақтары қалмайды деген сөз. Ашығады, яғни қарындары өте қатты ашып, кедей болады. Ол бай еді ғой баста. Талғажау етер тамақ таппай қиналады деген сөз, яғни мүлдем жейтін тамақ таппай қиналады Ерназар. Кемпірмен екеуінің орнынан тұруға әлдері әрең келеді. Яғни тамақ жемеген соң күш-қуаттары болмай, орындарынан әзер тұрады. Бір күні кешке жақын кемпір төсегінен тұрып, үйінің түндігін ашады. Төсегінен тұрып, яғни олар шаңырақта тұрады ғой, соның түндігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан шал шаңыраққа қараса, шаңырақтың күлдіреу ішінде керулі тұрған төстікке көзі түседі. Қуанып есі шығады. Яғни малдың төсіне. Кемпір сүйінші, күлдіреуішке керіп қойған кері биенің төстігін ұмытып кетіппіз ғой. Майлы көрінеді, бол жылдам асып жібер дейді. Яғни етті асып жібер дейді жаңа төстікті. Сөйтіп бұлар төстікті қазанға салады, төстікті асып жеп, шал мен кемпір әлденеді, күш жинап алады бойларына. Ұзамай кемпір жүкті болады, мезгілі толып босанады. Бір ұл туады, оның атын төстік жеген соң біткен бала деп, төстік жеп болған соң пайда болған бала деп төстік қояды. Төстік өзгеше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы баладай, 2 айда 2 жастағы баладай, 3 айда 3 жастағы баладай, 1 жылда 15-тегі жас өспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілерін алып ұратын азамат болады. Яғни бұл жерде айтып отқаны төстік сондай мықты, батыр, палуан болып өседі дейді. Садақ тартып үйренеді. Тартқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, шал әкесі мен кемпір шешесін асырайды. Төстік бір күні ауылдың ортасында отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын үзіп кетеді. Тарғақ жығылмай бір қанатын сабалап қаша береді. Төстік ұстайын деп қуып жүреді. Сөйтіп жүргенде тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстіне қарғып өтеді. Қуып келе жатқан төстік те өрмектен секіреді. Сөйткенде төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетеді. Өрмектің бір сыпыра жібі үзіледі. Өрмекшінің өрмегін айтып тұр бұл жерде. Өрмек тоқып, өрмекшінің емес екен, бір апа өрмек тоқып отыр екен. Яғни өрмек тоқып отырған кемпір алда ғана көк шешек-ай, өрмегімді үзіп кеттің ау. Ертеден қара кешке дейін бүйтіп жар қуалап, торғай атқанша тентіреп кеткен 8 ағаңды тауып алсаң болмай ма? Деп күйіп піседі.
Төстік кемпірге жауап қайыра алмай, оның сөзіне қатты қорланады. Әсіресе тентіреп кеткен сегіз ағаң деген сөз қатты тиеді. Төстік бұрын ағалары барын білмеген. Әке-шешесі төстікке оны айтпаған екен. Кемпірге сөз қайыра алмай, төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген құстарын лақтырып тастап отыра кетеді. Төстіктің ашулы түрін көріп шешесі: «Саған не болды? Кіммен жанжалдастың?» деп сұрайды. Төстік кемпірдің сөзін түгелімен шешесіне айтады. «Ағаларым қайда? Неге келмейді? Іздеп тауып әкелемін», дейді шешесі. Қақпас кемпір өтірік айтады. «Сенің ағаларың болған емес, оның сөзіне нанба». Яғни нанба деген сенбе деген сөз. Ол кемпірдің сөзіне сенбе дейді. Сөйтіп төстікті сендіріп, иландырып деген сөз сол, сендіріп қояды. Тағы бір күні төстік асық ойнап жүріп, әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып жіберсе, бала өліп қалады. Кемпір төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап сілейді. «Қыршыныңнан құйылғыр төстік, менің жалғыз балама әлің жеткенше айдалада тентіреп өлген сегіз ағаңның қураған сүйегін тауып алсаң болмай ма?» дейді. Кемпірдің сөзі төстікке ой салады. Шешесінен ағаларын сұрайды. Шешесі бұл жолы шынын айтады. Иә, сегіз ағаңның бары рас еді. Жұт жылы кетіп еді. Содан қайтып жоқ. Содан қайтқан жоқ. Қайда жүргендерін білмейміз, дейді. Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Кемпір шалға аң мен құстың етін қақтап үйіріп береді де жолға шығады. Беліне садағын байлап, қолына темір таяқ алады. Аяғына темір етік киеді. Ай жүреді, жыл жүреді, талай елді, талай жерді аралайды. Жолдасы да садағы, азығы да садағы. Жолында кез келген аңды атып жеп отырады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алыстан сағым көтерген бел бұлдырайды. Өлдім, талдым деп келіп белге шықса, қарауытқан қалың жылқыны көреді. Жылқының әр жағында ел көрінеді. Жылқыға келсе, жылқының ішінде тігулі қара қос тұр екен. Қосқа кірсе, асулы мосы ілулі бақыр тұр екен. Бақырдың іші толы піскен ет екен. Төстік етке тойып алады да елге қарай жүре береді. Төстіктің келген елі ас беріп жатыр екен. Ағаларымды осы астан іздеп көрейін деп, асқа тігілген қалың үйді жағалай шола бастайды. Әбден жүдеп, азып тозған, киімі жыртық-жыртық төстікті ешкім елемейді. Яғни елемейді деген, төстікке ешкім қарамайды. Киімі жыртық, өзі азып тозған. Сөйтіп келе жатса, табақшылар бір жерде: «Ерназардың сегізіне тарт, Ерназардың сегізіне тарт» деп шуылдасып жүр екен. Ерназардың сегізін көрейін деп үйге кірмек болса, табақшылар төстікті кіргізгісі келмей, кейін қарай қақпайлай береді. «Қайыршы неме, әлі тоймадың ба?» деп жекіріп ұрсады. Төстік оған шыдамай табақшының біреуін жұдырықпен қойып қалып, мұрттай ұшырады. Жұрт жиналып қалады. «Кім керек? Неғып жүрген адамсың?» деп төстіктен жөн сұрайды. Төстік: «Маған Ерназардың сегізі керек. Адасып кеткен сегіз ағамды іздеп жүрмін» дейді. Сол арада Ерназардың сегізі жөн сұрасып
төстікпен жылап-сықтап танысады. Ерназардың 8-і елден адасқаннан кейін жұттан қалған жалғыз күрең биені бағып, содан көп жылқы өсірген екен. Бағанағы көп жылқы солардікі екен. Төстіктен елінің жөнін білген соң олар да қайтпақ болады. 9 жағынан шығып, қалың жылқыны айдай бастайды. Бірақ жылқы ұйлығып бір жақты бет алып жүре алмайды. Қанша айдаса да серпіліп алғашқы айдаған жеріне қайтып келеді де отырады. 9 жылқыны неше күн айдайды, аяғында жүргізе алмай жалығады. Бүгінге осы жеткілікті деп ойлаймын. Жарайды, аяғына дейін аяқтайын. Бір күні төстік мынадай айла табады. Барлық жылқының басы күрең биені ұстап алып, жылқының ортасындағы бір дөңгелекке шығады. Биені жығып, 4 аяғын буады да тақымына қылбұрау салып бұрайды. Қылбұрау жанына батқан бие қатты шыңғырады. Биенің шыңғырған даусына шұрқырасып қалың жылқы жиналады. Жылқы әбден жиналып болды деген кезде төстік биені тұрғызып алады да жетектей жөнеледі. Сонда қалың жылқы өз беттерімен бұлардың соңынан шұбай береді. Енді ешқайсысы да жылқы айдап әлек болмайды. Күрең биені жетектеп жүреді де отырады. Қалың жылқы шұбырып ереді де отырады. Судың тұнығын іше-іше, шөптің сонысын жей-жей, талай асқардан асып, талай шөлді басып, төстігі бастап Ерназардың 8-і аман-есен елдеріне келеді. Балалары аман-есен келген соң Ерназар ел жиып ұлан-асыр той жасайды. Түйеден бора, жылқыдан айғыр, ту бие, қойдан қошқар, құнан қой сойып, тілекей теңіз қымыз әзірлеп, ақсақал қарасақалын түгел разы қылады. Той тарқағаннан кейін Ерназар 9 ұлын аяқтандыру қамына кіріседі. 9-ына 9 келіншек іздейді. Келіннің 9-ын бір үйден таппақ болып ел қыдырады. Көп елді аралайды, бірақ Ерназар ойлағандай 9 қыз бір үйден табылмайды. Сөйтіп Ерназар күдер үзіп келе жатса, алдынан бір ауыл көрінеді. Ауылдың ортасында үлкен бір қоңыр үйдің тұсына келіп мейман болғандығын білдіреді. Мейман қонақ. Үйге кірсе, керегесінің басында 8 сырға ілулі тұр екен. Оны көрген соң Ерназар еңкілдей жылай бастайды. Үлкен бәйбішесі Ерназардан: "Неге жыладың?" деп сұрайды. "Жылаған себебім 9 ұлым бар, соған 9 келіншек іздеп жүрген адаммын. 9 ұлымның бір әке-шешеден туғаны сияқты, бір әке-шешеден туған 9 келінім болса деп едім. Керегенің басындағы көп сырғаны көргенде тілегіме жеттім ғой деп қуанып қалып едім. Санасам біреу кем екен, соған жылап отырмын" деді Ерназар. "Ендеше жылама, тағы біреу бар, әне тұр" деп бәйбіше түс бақаннан тағы бір сырғаны алып келеді. Кенжекейімнің сырғасы еді. Мұны 8 қызымның сырғасына араластырмаймын. Ана қыздарым бір бөлек, кенжекейім бір төбе. Сондықтан кенжекейімнің сырғасы олардыкінен бөлек тұрады деп сырғаны қайтадан орнына іліп қояды. Ерназар оған: "Сенің 8 қызың бір төбе, кенжекейіңмен бір төбе болса, менің 8 ұлым бір төбе, төстігім бір төбе, кенжекейің төстігімдікі болсын" дейді. Сөйтіп, Ерназар 9 қызға құда түсіп қайтады. Ерназар келіндерін алып қайтуға 9 ұлымен сапарға шығады. Жолда бұларға перінің қызы Бекторы кездеседі. Ол төстікті көріп ғашық болып қалады. Төстікті кенжекейден айырып алып қалу қамына кіріседі. Ерназар 9 ұлымен кенжекейдің ауылына барып көп уақыт жатады. 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, келіндерін алып еліне қайтпақшы болады. Кенжекейдің әкесі қыздарын түгел
енші беріп көп жасаумен ұзатады. Сонда Кенжекей әкесінің берген еншісіне мінгізген ат, арттырған түйе, тарттырған жасауына разы болмайды. Әкем маған жылқыдан шалқұйрық атты берсін, жасаудан асырмалды сауытты берсін, түйеден құба інгенді берсін дейді. Кенжекейдің әкесі қызына ашуланып, кісісін қайта жібереді. Қызыма айта бар, Ерназардың байлығы оған жетеді. Шалқұйрық атты сұрағаны несі? Шалқұйрық жылқының құты. Құтқа қыз ие болған жер бар ма екен? Құба інген түйемнің басы. Түйемнің басын сұрағаны несі? Қызда ондай түйе артқан бар ма екен? Ақсырмалды сауыт атадан ұлға қалатын мұра. Мені қызым қу бас дегені ме? Қызым үйтіп жаулығын білдірмесін дейді. Кенжекей әкесіне қайта кісі салыпты. Шалқұйрықты сұрағаным ерге лайық ат еді, ер мінсін деп едім. Құба інгенді сұрағаным ер қосын артсын деп едім. Ақсырмалы сауытты сұрағаным ер төстік ер еді, сол ер кисін деп едім депті. Әкесі Кенжекейдің сөзінен жеңіліп, сұрағандарын беріпті. Қызыма сәлем айт, сор құдықтың басына көшін қондырмасын, қондырса кесір болады депті. Осымен бүгінге жеткілікті бірінші бөлім аяқталды. Екінші бөлімде кездескенше сау болыңыздар.